Бұрын от қартайымдардың хилеуі бойынша, отайымдардың хилеуі бойынша Балқантау бойынан Заятүлек деген бір хунарсы Аслыкөл бойына Қорағас тауларына келіп хунар қылып йөрий тұрған болған. Ол бір күнде қонақ ала. Ол вақытта шоңқарын ер қошына ултыртып, өйленің толпары қырына өйде ултырып, тамақ ялғап ултырған вақытта оның көзі төше бір жолтыра бұқ нәмеге. Ол вақытта антылып қарай. Қораға шондай хылу бір қыз алтын торақ менен бик озын. Олардың хилеуі бойын сайында 60 құлақты сәсін тора отырған болған. Бұның янына оның жүрегі түзмей, ол құштай атылып қыз янына келіп баса. Қыз оны хизмейді қала келгенін. Ол айтайынды, «Хізге не керек, әдем?» deyip. Ол қыздың матурлығына хұқланып, нәме әйтергелі білмейін сұтыра. «Хізден башқа Заятүлек, хізден башқа бір нәмелі керек мәймін әтей». Қыз бұнан несікті құтылырға білмейінсі, бұлай дейіп хамақлай. «Ой, түлегім, түлегім, ой, түлегім, түлегім, өзілмәхін өзегің, алтын тарақ ой көзге, болғын хиңе бүлегім» дей. Заятүлек бір вақыттала ол ышанаға келмей бұңа. Алтын тарақ ой көзге міне мен нешлейім, хинен башқа меңе бір нәмелі керек мей deyip, онан қолмасқа бұла. Шул вақытта қыз хұлау хайлеге тарып, бұна тегенен қойдандыр, кімдердір келетіп қоратыға мәжбүр етсе, шол арада ол хуға түшіп те сұмған бұла. Ху үстінде оның сесінің тұлымдарығына көрініп қала. Заятүлек бұны көріп қалып, талпынып, хуға барып түшіп, артының сесінің тұлымына ебішіп, қолына урай барып, онда қыздың жанына барып жете. Hem ondan қалмасын әйтеп, қыз хис-сексерінде риза бұла бұны. Отағы қырына алып қайта. Отағы бикте, месек деп әйтейім, ұсалғына бұла мекенінде. Шылай да балаларының нық хұраударына ол жауап етіп, оларға ризалықтарын бере. Олар онда дүнде күтіп, ешеп кетелер. Тик Заятүлек биклік қағына Өленің туған жағын, әсәхін ешіне түшірі, Қорағас қырында бейленіп қалған тұлпарын, көк шоңқарын ешіне түшірі, шулай да ху уақытынан асылы көл астына сығарға мүмкінлік болмай. Бұның хорғайғанын, хоғынғанын біліп, ху-хулу отағына мүрәжағат ете. Отағы ерге сығарға, отағы оңа риза болмай, оңа өзінің жоранларына ташны тауны тауға қушып, темір менен қыршап, Балқантау рәуішіне кетіріп, Балқантауны мұнда күсіріп кетірәбіп деген форман бере. Ләкин бұл күлтірген тау Заятүлекке хисті ұшамай. Заятүлек әйті, бұл тау Балқантау түгіл. Бенің Балқантауым бұңа ұқшамаған, һәм бұлай дейіп хамақлай. Алпан-тұлпан отлаған, айуы көп Балқантау, бүлә-бүлә йөріген, бүрехе көп Балқантау. Биденген матур қыздай, түлкеhe көп Балқантау, сынтыр құйрық, жылтыр көз қояны көп Балқантау, майлап халған қойыштай, йыланы көп Балқантау, тауны-тауныға ұқшатқан, темірменен қыршатқан, Балқантауым бұл түгел, Балқантауым бұл түгел деп. Мұнафир апай, мұна шоқ хамақты әдірек икінсі кеге әйті біләхігіз. Менің нәнейім шулай деп, шул нақ мұна шулай деп хилей тұрған ені. Шул хамақлап Балқантауына да түшіріп көрсеткен екенде, шунан Заятүлек ұқсатмайын сәгерлап еберген. Тауны тауға қушаған, темір білән қыршаған. Балқантауым бұл түгіл, Балқантауым бұл түгіл. Деп хамақлаған. Алпан-тұлпан отлайдыр Балқантауының айауы. Балқантауым бұл түгіл, Балқантауым бұл түгіл. Деп хамақлап
хамақлаған. Шунан су асты батшасы мана еллеп шулай өзінің хезмәтчеләренә ярдәм сораган. Кыз белән егетне су өстенә сыгарырга ергә. Шунан Зоятүләккә әйткән, Балкантауга җитмәенсә артыңа карама әйләнеп дигән, күйдегенне йомыгып дигән. Кызны да биргән, риза булып, үзләре яратышкас. Шунан Зоятүләккә яхшы тулпарга атландырып, кызны утыртып, су астынан сыгарга фарман биргән. Шунан Зоятүләк су өстенә сыккас, бик көчле ер тетрәгән, күкләр күкрәгән, көчле тавышлар, төрле шундый тавышлар булган. Зоятүләк Балкантауга җиткәнен көтмәгән, артына әйләнеп караган. Түзмәгән инде. Түзмәгән. Шунан әйләнеп караса, артынан караван булып мал килә икән. Шунан Зоятүләк карагас, нисек караган, шулай мал сыгудан туктаган. Байлык сыгудан туктаган. Сыкканы аңа ияреп кайткан Зоятүләккә. Шунан Балкантауына кайтып җиткән матур кызны суның кызы су салуды алып. Шунан халыклар, Балкантау халыклары йөгереп килгәннәр. Бу Зоятүләк кайткан дип уратып алганнар Зоятүләк белән су салуына. Алар узак яшәгәннәр, нәнәем сөйләй торган Зоятүләкләр матур дөнья көткәннәр. Зоятүләкне шунда Балкантауга җирләгәннәр. Анда аның кабере бар ди. Анда кешеләр хәер салып китәләр, киткәннәр һәр вакытта барып гыйбадат кылганнар шул Зоятүләкнең каберенә. Илгә берәй барымын дигәнем әле шунда нәнәемнең сүзе исемнән һис китмәй. Элек бunda да килеп, Казан ташка кайыр салып, Җиләккә бunda Ташмырын дигән җир бар. Менә бунда Олы Ташмырын, түбәнрәк кесе Ташмырын диләр. Онда Җиләккә килгән вакытта бер тиенме, 2 тиенме, я булмаһа услап Җиләк булса алып китә торган җава бар иде. Бу Карагас Ташмырынга дагы Казан ташка. Ул иртән килүгә тагын да карайбыз. Оны кемдер, илме, әллә башка берәр төрле нәмәме дигән шикелле бер нәмәлә булмай торган иде. Ул әсәем 93 яшьтә үлде. Ул бите легенданы Асылы күлнең нисек барлыкка килгәннән башлап шунда ул һөйләй торган иде. Ул шунда әйтә иде. Зоятүләк 6 агаһы булган бит инде аның 7-нче бары булган. 6 агаһы менән берлектә бул юлга китә. Бик озаклар кайтмагыз. Ху-хулу Зоятүләк һәм үзенең туган илендә хагынган, ата-әсәһендә хагынгандыр инде. Зоятүләгендә хагынып, бuna Мисташ кырындагы тау башынан хуга аслы күлгә атылган дип һөйләгәне әле булса хәтердә тора.